Соны сразу жазып екіншісі қол қойдырып алсын. Али халықта бастаймыз ба? Да, уже бастадық. А, все. Біріншіден, давайте регистрация. Регистрация параллельно жүре берсін. Алға басталып. Өйткені уақыт бойынша. А что если это поставить презентацию? Да. Хорошо? Вот это приблизишь. А, нет, правильно. Запись идет. Бір минуттан кейін бастау керек. Нет, опять все читаем. Просто обязательно. Да. И обязательно зарегулировать. Чтобы правильно вообще А то если не будет этого слушания, не состоится. Ошибка, да? И потом в конце, если я вычеркнула, я тогда не буду. Время. Да. Мен Алғанбай және Құнапиял, Бозанбай ауылдық округі әкімінің аппараты, басқарған оғым, жергілікті атқарушы орган өкілі ретінде осы жиналысқа төрағалық етемін. Мысалы қатысымыз бойынша соған ат жөніңізді қай жақта айтыңыз, Жазып берсең, атқаныңызды дейсің. Жиналыстың күн тәртібі Фараби жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін кешенді экологиялық рұқсатқа арналған материалдар. Қоғамдық тыңдаулардың өткізу қағидаларына сәйкес жиналысқа қатысушылар қоғамдық тыңдаулардың хатшысын сайлап, қоғамдық тыңдаулардың регламентін бекіту қажет. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде Сапарова Әлия Халыққызын сайлауды ұсынамын. Қолдайтындар қолдарыңызды көтерсеңіздер. Жақсы. Қарсы болған адамдар? Жоқ. Қарсы болған адамдар жоқ. Дауыстарды санау жиналыс төрағасының өзі жүргізеді. Көрсетілген қолдарды есептейді. Қолда қарсы және хатшы болып тағайындалғаны үшін дауыс береді 10 адамда. Қарсы болған адамдар жоқ. Құрметті қатысушылар, хатшы болып Сапарова Әлия Халыққызы сайланады. Жиналыс хатшысының функционалдық орындауы бастауыңызды сұраймын. Менің қоғамдық таңдаулардың келесі регламентін ұстанамын. Қоғамдық таңдауларға қатысушыларды тіркеу, қоғамдық таңдаулардың ашылуы, тыңдаулардың ашылуы кешіңіздер. Баяндаушы проект жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің экологы Ержан Азербей Ержан қызына беріледі. Баяндаманы талқылау қоғамдық таңдауларға қатысушылардың ескертуі мен ұсыныстарын таңдау қоғамдық таңдаулар мен тақырып бойынша сұрақтар мен жауаптар жалпы уақыт 20-30 минутқа дейін. Сөйлеу, сұрақ қою, ескерту немесе ұсыныс жасау үшін қолыңызды көтеріп өзіңізді таныстыру керек. Бір сұрақ қоюға, ескерту немесе ұсыныс жасауға бөлінген уақыт 5 минутқа дейін. Сұрақтар, ескертулер мен ұсыныстар жиналыстың күн тәртібіне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың мәні бойынша болуы тиіс. Сұрақтарға жауаптар 5 минутқа дейін. Бастамашыл сөз сөйлеушілер 5 минутқа дейін. Қоғамдық таңдаулардың қорытындылауы 15 минутқа дейін. Мен регламентті бекітуге дауыс беруді ұсынамын. Қоғамдық тыңдаулар регламентін бекітуге кім қолдайды? Қолдарыңызды көтерсеңіздер, кім қолдамайды? Қарсы
ешкім жоқ та. Регламентті жиналысқа қатысушылардың көпшілік дауысымен ұсынылған қоғамдық тыңдау регламенті бекітілді. Хаттаманы дайындау үшін бейне және аудио жазба жүргізіліп жатқанын хабарлаймын. Қоғамдық тыңдаулар хаттаманың хатшысы дайындайды және қоғамдық тыңдаулар аяқталған күннен бастап 2 жұмыс күнінің ішінде жиналыстың төрағасы мен хатшысы қол қояды. Сонымен құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, ұйымдастыру сұрақтары артта қалды. Бүгін біз Фараби жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін кешенді экологиялық сұраққа арналған материалдарды қорғау бойынша қоғамдық тыңдауға жиналдық. Сөз проект жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің экологы Ержан Назерке Ержанқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті жиналыс қатысушылары. Экологиялық кодекстің 114 бабына сәйкес кешенді экологиялық рұқсат алу өтінішке эмиссиялар нормативтер жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары, техникалық нормативтер жобасы, физикалық әсер ету нормативтерінің жобасы және энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуді арттыру жөніндегі іс-шаралар қоза берілуі тиіс. Баяндаманың мазмұны қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 31 тармағының 2 тармақшасының талаптарына сәйкес келеді. Сіздердің назарларыңызға қоғамдық тыңдауларға ұсынылған жобалардың қысқаша мазмұнын ұсынамын. Атмосфераға ластаушы заттардың рұқсат етілген шығарындылары, эмиссиялар нормативтер жобасы. Әкімшілік жағынан Большая Букон кен орны Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан және Самар аудандарының аумағында орналасқан. Ең жақын елді мекендер Жұмға ауылы 24 км, Жоғары Тайынты ауылы 26 км, Алғабас ауылы 27 км, Пантелеймоновка ауылы 33 км, Қайынды ауылы 34 км, Әділи ауылы 40 км, Манат ауылы 50 км қашықтықта орналасқан. Объектінің орналасқан ауданына жақын жерде тарихи сәулет ескерткіштері, қорғалатын объектілер, археологиялық құндылықтар, сондай-ақ ерекше қорғалатын және бағалы табиғи кешендер, қорықтар, табиғат ескерткіштері жоқ. Ең жақын тұрған аймаққа дейінгі және ең жақын су объектісіне дейінгі қашықтықтағы көрсете отырып, кен орны орналасқан ауданның ситуациялық картасы презентацияда көрсетілген. Кен орнының координаттары презентацияда көрсетілген. Кен орны ауданы 94,3 гектар. Жоспарланған қызмет іске асырудың басталу мерзімі 2026 жылғы 1 мамыр, аяқталу мерзімі 2029 жылғы 1 қазанды қамтиды. Тау-кен жұмыстарын маусымдық жылы мезгілде жүргізу жоспарлануда. Бұл ауданның климаттық жағдайларына сәйкес 6 айдан аспайды, яғни жылына орта есеппен 180 күн. Учаскедегі жұмыс режимі вахталарын ауыстыру 15 күн сайын 2 ауысымнан тұрады. Ұзақтығы 11 сағат, оның ішінде түскі үзіліске 1 сағат беріледі. Бір ауысымда бір уақытта жұмыс істейтін қызметкерлер саны 97 адамнан аспайды. Жұмысты бастамас бұрын қуаттылығы 0,3 метр топырақ өсімдік қабаты міндетті түрде алып тастау көзделеді. Топырақ өсімдік қабатының жалпы көлемі 2026-2029 жылдарда 74.212 метр текше, ал жыл сайын 18.553 метр текшені құрайды. Кен орнын игеру ашық тәсілмен көзделеді, бұрғылау, жару жұмыстары қолданылмайды. Кен өндіру экскаватормен және бульдозермен жүзеге асырылады. Кеннің жалпы көлемі 161.955 метр текше, ол жыл сайын 40.483 метр текше кен өндіріледі. Жұмыстың 50% экскаватормен, бульдозермен орындалады. Кен 35-40 тонналық жүк көтергіштері бар автосамосвалдармен рудалы қоймаға тасымалданады. Тасымалдау көлемі жалпы кеннің 70%-ын құрайды, жылына 28.342 метр текше немесе 48.181 тонна. Рудалы қойма жуу кешенінің жанында орналасады және жарты айлық қорға есептелген. Қойманың көлемі 9000 метр текше, өлшемі 20-50 метр. Жуу кешенінде барабанды грохот дезинтеграторы қолданылады. Ол кенді жуу, сазды жұмыстарды ыдырату және ірі ұсақ фракцияларға бөлу үшін арналған. Құрылғының өнімділігі сағатына 100 метр текше, маусымына
90.000 метр текше. Жуу кезінде бөлінетін галка көлемі өндірілетін кеннің 80%-ын құрайды. Жылына 40.320 метр текше немесе 44.352 тонна. Галка өндірісінің ауданы 100 метр. Өндіру жұмыстары мынандай техникаларды қолдана отырып жүргізіледі. Ол КАТ 336 бір экскаваторы, 655 СМ маркалы бірлік тиегіш, КАТ 434 маркалы бір тиегіш, бір бульдозер, автосамосвал, көлемі 10 метр текше, КАМАЗ және жанармай құюшы. Атмосфералық ауаға әсері. Өндіру жұмыстары кезінде барлығы 8 эмиссия көзі жұмыс істейді. Ол құнарлы топырақ қабатын алу, аршынды жұмыстар үйіндісі, өндіру жұмыстары, тиегішті жұмыстар, көлік жұмыстары, кен қоймасы, қуаттылығы 150 киловольтты дизельді электр станциясы. Большая Буквень учаскесінің объектілерін атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі 10 атауды қамтиды. 2026-2029 жылдары шығарындылардың көлемі азот диоксиді, азот, көміртек, күкірт диоксиді, көміртек оксиді, формальдегид, бензопирен, шекті көмірсутектер және биорганикалық шығынды қамтамасыз етеді. Жалпы жылына 2026-2029 жылдарға шығарындылардың жалпы көлемі 7,6 тонна жылына құрайды. Санитарлық қорғау аймағы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің 2022 жылғы 26.447 бұйрығымен бекітілген тіршілік ету ортасы мен адам денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитарлық қорғау аймақтарына қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптары, санитарлық қағидалары, өнеркәсіптік кәсіпорынның санитарлық қорғау аймағының мөлшерін регламенттейді, негізі құжат болып табылады. Қызметтің бұл түрі кодекстің бірінші бөлімінің екінші қосымшасында 3-1 тармағында көзделген жұмыс түріне жатады және бірінші санаттағы объектісі болып саналады. Шығарындылардың көзделген санитарлық қорғау аймағының шекарасында дейінгі нормативті қашықтық кемінде 100 метр болып белгіленді. Санитарлық қорғаныш және тұрғын аймақтардың шекараларында ластаушы заттардың есептік ең жоғары жер бетіндегі шоғырлануының елді мекендердің ауасы үшін белгіленген шекті рұқсат етілген концентрация мәндерінің қаралатын заттардың ешқайсысы бойынша асып кетуі байқалмайды. Сумен жабдықтау және су бұру. Ауыз сумен жабдықтау әкелінетін бөтелкедегі жақын елді мекеннен сауда желісінен алынады. Жұмысшылар саны 97 адам. Осы есепте ауыз су 97 адамға жылына 88,5125 метр текше жылына су жұмсалынады. Жұмыс учаскесінің техникалық мақсаттағы сумен қамтамасыз ету үлкен Бөкен өзенінен қарастырылады. Технологиялық процесті сумен қамтамасыз ету айналымды сумен жабдықтау қағидаты бойынша жоспарланған және жүзеге асырылады. Айналымды сумен жабдықтау жүйесіне мыналар кіреді. Ол жалпы көлемі 2,52 метр текше тұндырғыш тоған, суды жуу құрылғысына беруге арналған сорғы, тұндырғыш тоғандағы тұнған суды және су бұру арығына беру өздігінен ағу арқылы жоспарланады. Жууға арналған жабдық, промприбор су жинағыш тоғанның жанында орналастырылады және оған су ағысының сорғы арқылы беріледі. Жұмыс учаскесінің техникалық мақсаттағы сумен қамтамасыз ету үлкен Бөкен өзенінен қарастырылады. Жұмыстарды жүргізу кезінде қарастырылып отырған ауданның жер үсті су айдындарына теріс әсері күтілмейді. Тау-кен массасын алу кезінде жер үсті су айдындарында сарқынды суларды ағызу көзделмейді. Ағынды суларды мамандандырылған ұйым шарт бойынша әкететін болады. Өндіріс және тұтыну қалдықтары. Өндіріс жұмыстары кезінде келесідей қалдықтар пайда болады. Ол аралас коммуналдық қалдықтар жылына 7,275 тонна, металл сынықтары 0,910 тонна жылына. Майланған шүберектер жылына 1,016 тонна, ашылған жұмыстар 323 мың. Қалдықтардың түзелуінің жалпы көлемі жылына 323,9,201 тоннаны құрайды. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы. Қоршаған ортаның өндірістік экологиялық бақылаудың негізгі міндеттері атмосфераның ластануының негізгі көздеріне атмосфералық ауаның сапасын бақылауды ұйымдастыру, өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін бақылауды ұйымдастыру,
Кәсіпорын аумағындағы топырақ жамылғысын жай-күйін және өндіріс пен тұтыну қалдықтарын бақылауды ұйымдастыру. Өндірістік экологиялық бақылауды жүргізудің күтілетін нәтижелері. Қоршаған орта компоненттерінің жай-күйі бойынша заттай байқаулар негізінде сенімді ақпарат алу, жүргізілетін шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға әсерін бағалау, шаруашылық қызметтің алыс салдарын және қолайсыз жағдайларын болжау, қажет болған жағдайда әсер етуді азайту, жою бойынша тиімді іс-шараларды әзірлеу. Келесі ол қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасы Кодекстің 125 бабының талаптарына сәйкес бірінші санаттағы объектіге әсер етуге экологиялық рұқсат алуға өтінішке қосымша ретінде әзірленеді. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар тізбесіне мынадай тармақтар келтірілген. Ол бірінші шаңды басу жөніндегі жұмыстарды жүргізу, жердің бұзылуына байланысты жұмыстарды жүргізу кезінде топырақтың құнарлы қабатын сақтау және пайдалану, табиғи ландшафттардың табиғи жұмыс істеу жағдайларын және табиғи мекен ету ортасын сақтау жөніндегі іс-шараларды жүргізу, санитарлық қорғау аймағын көгалдандыру, қалдықтарды басқару, шығару бойынша мамандандырылған кәсіпорындарына шарттар жасау. Келесі жоба ол техникалық нормативтер жобасы. Технологиялық нормалау объектілерін және маркерлік заттарды айқынды өнім өндіру жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету бойынша технологиялық операцияларды, ол жобалау, конструкциялық құжаттама, технологиялық регламенттерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды, схемаларды, техникалық шарттарды және басқа да пайдалану құжаттамаларын жүргізуді регламенттейді. Қолда бар техникалық құжаттаманы талдау және оның тиісті анықтамалықтарымен салыстыру арқылы жүзеге асырылады және ең жақсы қолжетімді техникалар бойынша қорытындылар. Технологиялық нормалау объектілері мен маркерлік заттарды анықтау нәтижесі. Анықталған технологиялық нормаларды объектілерге тізілетін маркерлік ластаушы заттар, технологиялық нормалар. Әрқайсысы үшін маркерлік ластаушы заттардың эмиссияларын деңгейлері технологиялық нормалау объектісімен тұтастай алынғандағы объект. Физикалық әсер негізіндегі көздер. Шу, инфрақызыл, әртүрлі диапазондағы электромагниттік сәулелену және радиациялық факторлар болып табылады. Жоба кәсіпорынның физикалық әсер ету деңгейлері шу, діріл, электромагниттік сәулелену, радиация қолданыстағы жағдайдағы бағалауды қамтиды. Физикалық әсер ету нормативтер жобасы. Жобада атмосферадағы ауаға және халықтың денсаулығына әсер етуді нормалау мерзімінде физикалық әсер етудің сапалық және сандық сипаттамалары, сондай-ақ климаттық жағдайларды ескере отырып, барынша технологиялық кешенді құрайтын өнеркәсіптік алаңның шекарасындағы дыбыс қысымының нормативтік деңгейлері мен дыбыс деңгейін айқындайды. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі 2021 жылғы 3 тамыздағы ДСМ 72 бұйрығымен бекітілген өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстар қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптар санитарлық қағидаларға сәйкес бекітілген. Санитарлық қорғау аймақ шекарасындағы дыбыс қысымының деңгейі мен дыбыс деңгейі анықталды. Шу әсерінің нормативтері анықталды, діріл әсер нормативтері анықталды, электромагниттік әсердің нормативтік деңгейлері анықталды. Радиациялық әсер ету нормативтері анықталды. Келесі жоба ол энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуді арттыру жөніндегі іс-шаралар. Ол үшін күн панельдеріне 20 вольттық 3 дана қолданылады. Жарық диодты шамдары бар тренога түріндегі жарықтандыру қондырғысы. Алыс жерлерде суару машиналарына жанармай құю орындарын жарықтандыру және шағын жөндеу жұмыстарын жүргізу көзінде жұмыс аймақтарын жарықтандыру үшін қолданылады. Қорытындылай келе, кәсіпорынның көздері атмосфераға шығаратын ластаушы заттардың ең жоғарғы жер бетіндегі концентрациялары есептеу нәтижелері көрсеткендей, кен орнының санитарлық қорғау аймағының шекарасында елді мекендердің ауасы үшін белгіленген шекті рұқсат етілген мәндерінен ластаушы заттардың есептік ең жоғары жер бетіндегі концентрациялары атмосферадағы шығарылатын ластаушы заттардың ешқайсысы бойынша асып кетуі байқалмайды. Халықтың денсаулығына теріс әсер етпейді, өйткені жүргізілген есептеулер негізінде объектінің санитарлық қорғау аймақ шекарасында және одан тыс жерлерде атмосферадағы ластаушы заттардың шекті концентрацияларын асып кетуі рұқсат етуге нормалардан аспайды. Жоғарыда келтірілген ақпараттан жобалық шешімдері іске асыру қоршаған орта
компоненттердің ластануының қалыптасқан деңгейінің өзгеруін әкелмейді және қолданыстағы экожүйені бұзатын қайтымсыз процестерді тудырмайды. Баяндама аяқталды. Баяндама үшін рахмет. Енді талқылауға көшейік. Еске саламын, сөйлеу немесе сұрақ қою, ескерту немесе ұсыныс жасау үшін қолыңызды көтеріп өзіңізді таныстыру керек. Бір сұрақ қою, ескерту немесе ұсыныс жасау уақыты 5 минутқа дейін, сұрақтар мен ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық таңдаулардың мәні бойынша болу керек. Сұрақтарға жауаптар 5 минутқа дейін. Сұрақтарыңыз бар ма? Просто қойып кетті оны. Бұл арқылы тыңдауға қатысушылардың сұрақтары бар ма? Есть вопросы у тех, кто подключился посредством Zoom? Есть какие-нибудь вопросы? Управление природных ресурсов. У вас есть вопросы? Сұрақтар жоқ болатын болса, енді қоғамдық таңдаулардың қорытындыларын шығару кезегіне көшеміз. Мен бір сұрақ қоюыма бола ма? Мысалға, сол қазды ғой, енді. Алтында қазғаннан кейін ойып тастады ғой. Сол жерлерге, мысалға, сол жерде маңайда тұрған нелер, фермадағылар, малдары түсіп, ана аттар, жылқылар түсіп, соны неметеді. Біз нелер, құлындары бәрі түсіп қалады. Соны қазғаннан кейін қайтадан жабады ма? Ол любой жерде сөйтеді. Содан кейін алтынды жуады ғой. Ол су бізге әсер етпей ме ауылға келіп? Ол мына жерде Өзендерге қосыл. Сұрағыңыз өте орынды, ауыл тұрғыны ретінде оған уайымдауымыз. Жаңа тыңдауда айтып кеткендей, бірінші жаңағыдай 0,3 слой алынады деді ғой. Алынғаннан кейін, ана қазіргі рұқсатнама берілмейді, егер орнына қалпына келтірілмесе ана жерлер. Қазір мына экология бар департамент, олар өте қатаң бақылауда. Егер жасамаған жағдайда оған айыппұлдар көзделген. Орындарына қалпына келтіреді де жаңағыдай көң, жаңағыдай қайттан почваны, жаңағыдай 0,3 слой сығып алып тастады, қайттан орнына төсеп, сондай жағдай жасайды. Ал жаңағыдай мал түсіп кетпеу, не түсіп кетпеу, ол жерде Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес ол бақташы өзінің қарау керек мал несіне. Ол егер оған жаңағыдай Ішінде полный охрана тұрады, ол қоймайды ол жаққа, қоймайды. ол өзі қорғалатын аймақ болады, аумақ болады. Сол себепті ол жерде Қазған жерді орнына келтіріп береміз бе, қысқаша айтқан кезде. келтірілмесе ол жұмыс басталмайды. Жоқ, енді мысалы соны жуған су қайда кетеді? Ол өзенге қосылмай ма? Мұқият тыңдасаңыз, ол жерде де ол жаңа өзенге ешқандай да жуылған, шайылған сулар, бас сулар құйылмайды. Оған жаңағыдай бассейновый инспекция бар, қадағалап отқан, жаңағыдай ол судың, қолданылған судың қайда кететінін, өз алдына жиналатын, төгілетін жері бар. Ол бәрі Суды бір аламыз да, өзіміздің ішінде жүреді, соның ішінде жүреді. Аққа бізге су керек, наоборот. Біз сыртқа шығармаймыз, біз өзіміздің кольцевание болады. Жоқ, мен оның қазып жатқан бәр жерін көргем. олар енді өз алдын ала өткен компанияны, міне өтіп, бәрі көрсетеді. Кольцевание болады бізде өзімізде. Течение стоят, ну вообще придет, Джулбай придет, там комиссия. Отстойник дейсіңдер ғой соны. А Культивация болады. Цианид болмайды ғой. Жоқ. Сіздер басқа жерде жұмыс айтады, сіздер ел. Цианидтен шығармайды. Все, бұл сұрағына жауабыңыз ғой, Иә. Рахмет. Онда ешкім қоғамдық таңдаулардың қорытындыларын шығару кезегіне көшеміз. Біздің қарастырымызға және талқылауымызға ұсынылған Фараби жауапкершілігі шектеулі серіктесі үшін кешенді экологиялық рұқсатқа арналған материалдары, қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың қаралған құжаттар мен тыңдалған баяндамалардың сапасы туралы оларды түсінудің толықтығы мен қолжетімдігі тұрғысынан жалпы пікірін айта аламын. Құжаттар толық және түсінуге қолжетімді болып табылады, сондай-ақ қоғамдық тыңдаулар өтті деп айта аламын және қоғамдық тыңдаулар аяқталды деп жарияладым. Барлықтарыңыздың қатысқандығыңыз үшін рахмет. Сіздерге де рахмет. Мен просто